Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін интернеттегі таныстық жайлы бір қызық оқиғаны айтып беретін боламын. Видео басылмасынан бұрын арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ал енді біз видеомызды бастаймыз. Кука есімді 21 жасар жігіт, яғни университет оқиды, осы 3-ші курс оқиды. Сөйтіп инстаграмда қыздармен танысып жүреді енді. Үйлену мақсатында енді жасы 21-ге келіп қалды дегендей. Сөйтіп үйлену мақсатында қыздармен сөйлесіп жүреді енді. Кәдімгідей инстаграмда шикізат етіп, кәдімгідей көзін әдемі фотоларын қойып инстаграмына. Сөйтіп бір қыздармен сөйлесіп жүреді. Сөйтіп бір күні бір қыздар ақтарып отырса, бір қыз шығады алдынан. Анау кәдімгідей қысқа киінген енді. Сары шашы өте әдемі қыз, 90-60-90 фигурасы бар, кәдімгі соска қыз ғой деген. Сөйтеді Кукалатта аттың басын жіберіп ана қызға жазады енді: "Привет, қалайсың, танысайық. Танысуға қалай қарайсың, жақын араласуға қалай қарайсың?" деп кәдімгідей жазады енді, кәдімгідей аттың басын жіберіп. Ана қыз Куканың сообщениесіне сразу жауап береді. Ол қыздың есімі ол Анеля болатын. Анеля Куканың сообщениесіне сразу жауап беріп, кәдімгідей: "Привет, қалайсың, танысайық, анау мынау" деп. Сөйтіп екеуі кәдімгідей сөйлесіп кетеді енді, кәдімгідей бұрын көріскенде адам сияқты кәдімгідей сөйлесіп кетеді. Сөйтіп жақын араласып кәдімгідей дос болып жүреді ғой. Сөйтіп бір күні екеуі жүреді енді, кәдімгідей отношение құрып жүреді. Кука мен жаңағы Анеля кәдімгідей жүреді, киноға барып, паркке қыдырып, кафеге барып дегендей, тауға қыдырып дегендей сөйтіп бірге жүреді. Сөйтіп бір күні түнде екеуі кәдімгідей сообщение жазысып отырады енді, Кука мен Анеля. Анеля жазады: "Жаным, мен сенімен болғым келеді, кәдімгідей екеуміз төсекте перісейік" деп кәдімгідей анау Анеля кәдімгідей Кукаға жазады. Кука болса: "Мәссаған" деп кәдімгідей шок болып, ану деп кәдімгідей 5 минут ойланып қалды кәдімгідей ана қыз жазғаннан кейін, не екенін білмей. "Давай болсақ болайық" деп жазады енді, кәдімгідей анау көрмеген бала ғой Кука деген. Сөйтіп жаңағы Анеля үйіне шақырады: "Жаным, үйге келші, үйде ешкім жоқ, мама папам тойға кетіп қалды" деп. Кука тұрады да: "Мәссаған, ану шынымен ба" деп кәдімгідей бозып кетіп, үйде тұрған папасының машинасын мініп кетеді енді Анеляның үйіне. Сөйтіп Анеляның үйіне барып, Анеляға енді кәдімгідей үйіне кіріп, кәдімгідей сөйлесіп бастайды. Сөйтіп Анеля тұрады да: "Жүр шай ішейік" дейді да. Шай қойып екеуі кәдімгідей әңгімелесіп отырады енді. Сөйтіп әңгімелесіп отырып, шай ішіп болғаннан кейін жүр кеттік деп ана спальныйға алып кетеді енді. Сөйтіп спальныйға алып кетіп, кәдімгідей Кукан деген кроватқа лақтырып жібереді, кәдімгідей лақтырып жіберіп, ана киімін шешіп жіберіп, Куканың үстіне жата кетеді. Жата кетіп екеуі сүйісіп, кәдімгідей аймаласып. Кука тұрады да ана Анеляның қос анағын жалап, кәдімгідей екі бұттың ортасын жалап, кәдімгідей қоздырады енді. Анеля болса да енді Куканы деген мүшесін алып аймалап, кәдімгідей екеуі қозып, шешініп, кәдімгідей аймаласып 4-5 сағат бойы ыңқылдасып, кәдімгідей деген дауысқа шығып, кәдімгідей үйден екеуі 4-5 сағат болып кайфпен періседі енді. Жаңағы Анеляның папасы мен мамасы келмей тұрып, 1 сағат бұрын екеуі жуынып шайынып енді сөйтіп Кука деген үйінен кетіп қалады енді, жаңағы Анеляның үйіне кетіп қалып, сөйтіп Анеляға жазады: "Что там, жаным, қалай, ұнады ма" деп. "Иә, ұнады" деп жазады енді Анеляға. "Давай осылай қайталасып тұрайық" деп айтады енді. Кука айтады сөйтіп. Кука айтқаннан кейін тағы да бұл жағдай 4-5 рет болады, кәдімгідей 4-5 рет болып, кәдімгідей екеуі қошын қандырып, рахатын қандырып жүреді енді. Сөйтіп Кука айтады: "Жаным, бұлай жүргеніміз дұрыс емес, оданша үйленейік, одан кейін үйленгеннен кейін рахаттанып қалай персек те солай персек, главное үйленіп алайық" деп айтады енді. Анеля тұрады да: "Иә, дұрыс қой, қашан үйленеміз" десе, Кука айтады: "Осы бір 3 айдан кейін үйленейік, 3 айдан кейін кәдімгідей екеуміз отбасын құрайық" деп айтады. Сөйтіп 3 айдың ішінде Кука кәдімгідей ата-анасына жариялап, кәдімгідей Анелямен таныстырып, кәдімгідей Кука мен Анеляның ата-анасы таныстырып, бір-бірін кәдімгідей құдалармен кәдімгідей таныстық болады. Сол 3 айдың ішінде Кука деген жұмыс істеп ақша тауып, кәдімгідей тойдың ақшасын табады енді. Сөйтіп 3 айда өткеннен кейін Кука мен Анеляның ұлан-ғасыр тойы болып, туысқандардың барлығын жинап, екеуі үйленеді. Үйленгеннен кейін өздерінің кайфы бойынша рахаттанып періседі енді, кәдімгідей. Сөйтіп арада бір жылдай өтіп, Кука мен Анеляның баласы дүниеге келеді енді. Сөйтіп екеуі өбірлі-шөбірлі болып, балалы шағалы болып, бақытты ғұмыр кешеді. Видеоны арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.